эфирде Әділ Ахметов атындағы шығармашылық орталығының 58-ші студиясы. Арнайы шығарылым үшін сіздермен бірге мен, Айнұр. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары 58-ші мектептің директоры мен ұлағатты ұстаздары. Қонағымыз 58-ші мектептің директоры, тарих пәні мұғалімі Нұрғалиева Айжан ханым. Рахмет, қош көрдік. Мектеп директоры болып, осы жаңа оқу жылынан бастап ауысып келдіңіз. 58-ші мектептің ұстаздары оқушылармен жұмыс жасаған ұнап жатыр ма? Иә, бұл оқу жылы мен үшін жаңа бастама болды. 58-ші мектеп ұжымы өте ұйымшыл, кәсіби, білікті және өз ісін сүйетін ұстаздардан құралған. Оқушыларымыз да белсенді, ізденпаз, шығармашылыққа бейім деп айтсам артық емес. Мұндай ортада жұмыс істеу маған қуаныш және де бір жауапкершілік. Бәсекеге қабілетті 21-ші ғасырдың ұстазы және оқушысы қандай болу керек деп ойлайсыз? Қазіргі ұстаз жаңашыл технологияны жаңағы жетік меңгерген, бала ойындағы әлеуетті аша білетін тұлға болу керек. Ал оқушы жауапкершілігі жоғары, өз ойын еркін жеткізе алатын, өмір бойы білім алуға дайын тұлға. Осындай подкаст студиясы секілді заманауи бағыттар білім процесіне қандай әсер етеді? Қалай әсер етеді? Мұндай подкаст студиялары оқушылардың шығармашылық және коммуникативтік қабілетін дамытуға таптырмас мүмкіндік деп ойлаймын. Балалар еркін сөйлеп, өз ойын сенімді жеткізуді үйренеді. Яғни подкаст студиялардың болашақ журналистиканы таңдап отырған студенттерге, осы мектептің белсенді оқушыларына берер пайдасы мол. Иә. Қазіргі уақытта Әділ Ахметов атындағы шығармашылық орталығының құрамында Элемент дебат клубы және драма үйірмесі бар. Алдағы уақытта мектептің шығармашылық бағытын дамытуда қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар алдағы өте көп. Болашақта шығармашылық бағыттарды кеңейтіп, медиа, фото, видео, жаңа ұлттық өнер саласында жаңа үйірмелер ашуды көздеп отырмыз. Басты мақсат әр оқушының ойындағы дарынды танып дамытуға жағдай жасау. Сұхбат үшін алғысымыз шексіз, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Жәнібек ағай, біздің 58-ші студиямызға қош келдіңіз. Осы 58-ші мектептің белсенді оқушыларына арнап, осындай студия жасақтап жатырмыз. Әділ Ахметов атындағы шығармашылық орталығы 58-ші мектептің оқушыларының белсенділігіне қалай әсер етіп жатыр? Енді мынау студияға шақырғандарыңызға көп рахмет. Осында мынау балаларымыз әрдайым жоғарыдан көріне берсін дейміз. Абай атайымыз айтқан ғой, әсемпаз болма, неге өнерпаз болсаң арқалам. Сен де кірпіш дүниеге тетігін тап арқалан деп, мынау студияларымызда өнер балаларымыз жоғарыдан көріне берсін. Енді сіздің жаңа сұрағыңыз. Әділ Ахметов атындағы шығармашылық орталығы осы мектептің оқушыларына қалай әсер етіп жатыр? Білім жағынан, шығармашылық жағынан? Өнер, қарасаңыз өнердің өзі, мысалы балалардың шығармашылығы деген, мысалы жаттау қабілеті, мысалы білесіздер, театрдың өзінің мысалы қабілеті, одан кейін бар өзін өзі ұстау, өзінің мысалы ойынның тиянақты жинауы, былай қарасаңыз бәрі өнерге байланысты сияқты. Балалар, өнер балаларын қарасаңыз өзін жаңа тағы айтып жатырмын, қайталап. Өз-өзін ұстау ортада жақсы мәдениетті, өз-өзін мысалы әйтеуір кіргіш болып қаланса деп жатырмын да, сіздерге көп рахмет нелеріңізге, осындай бастама жасап жатқандарыңызға. Әрдайым мысалы осы балаларымыз жоғарыдан көріне берсін дейміз, өнермен, біліммен, жаңа біліммен өнер тәрбие бір жүрге жүреді, тәрбие негізі болған соң балаларымыз әрбір тәртіпті, өнерлі бала болуына септігін тигізсе деп жатырмыз да. Сол біздің арманымыз. Әйтеуір жоғарыда көріне берсін, осы Әділ Ахмет ағаларымыз сияқты, ағайларымыз сияқты. Оларға да жұмысты болып, бәрі жоғарыдан көрініп, өздерінің әйтеуір маман иесі болса екен, әйтеуір осы өнеріміз 58-імізде мынау ашылып жатқан студияларыңызға табыс тілейміз, жоғарыдан көріне берсін. Білімді азамат болып, өнерлі болсын. Рахмет сізге. Оқушының дамуындағы ата-ана мен ұстаздың рөлі қандай? Негізі ата-ана, оқушы, мұғалім үштік одақ қой. Олар әрқашан бірге болу керек.
ата-ана баласының қызығушылығына жаңағы ерекше жауапкершілікпен қарау керек деп ойлаймын. Және баланың талпынысына қолдау көрсету керек деп ойлаймын. Сол кезде баланың өзіне деген сенімділігі артып, құлшынысы ұлғайып, одан нәтижелі іс көрінеді деп ойлаймын. Осы Әділ Ахметов атындағы шығармашылық орталығы болып 58-ші студияны ашып отырмыз. Дәл осындай подкаст студиялардың оқу процесіне қандай әсері бар деп ойлайсыз? Бұл әрине оқу процесіне оң әсер береді деп ойлаймын. Және балалардың дамуына, олардың шығармашыл болуына, және қазақ атамыз айтады ғой, тектілікке бастауына бір үлкен жол деп ойлаймын. Және бала білімнің де қадірін түсініп, өзі кейін мамандығын да таңдауға да әсері бар деп ойлаймын. Негізі өте жақсы бастама. Көп рахмет. Енді алдағы уақытта осы студиямызда бізге көптеген қонақтар келеді, және осы оқушыларға бір өзіңіздің жылы лебізіңізді білдіріп кетсеңіз. Оқушыларға айтарым, бұл бола бермейтін үлкен мүмкіндік. Жаңа айтып та жатырмыз, бүкіл Алматы қаласында мұндай бастама әлі бастала қойған жоқ. Тұңғыш бастама. Ендеше біздің балалар бақытты екен бұл бастамаға тұспа-тұс келіп отырған. Олар осыны бағалай біліп, және мән мағынасын түсініп, өздерінің келешегіне үлкен жол ашатын студия деп қабылдап, соған лайық іс-әрекет жасаса деп ойлаймын. Және ондай оқушылар да біздің мектептен табылады. Келешегі кең болсын, балаларымыздың болашағы жарқын болсын деп тілеймін. Айдархан ағай, сіз қазір 58-ші мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімісіз. Осы спорттық бағытта оқушылардың белсенділігі қалай, және осы спорттық бағытта қандай жарыстарды, үйірмелерді ұйымдастыру жоспарда бар? Біз енді мына 58-ші мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып жұмыс істегенімізге осы қарашаңлықта өте қуаныштымыз. Өйткені біздің балалар, біздің 58-ші мектептің осы біліммен тәрбиелеп жатқан балалар өте спортқа жақсы балалар. Енді білімді бірге алып жүреді ғой, енді дей тұрғанмен енді көбінесе мына спортқа келетін балалар бұл өте бір күш қуаттың, жігердің кені көп балаларда ғана сондай мүмкіндік болады. Сондай мүмкіндіктер көп. Құдай қаласа біздің мектепте сондай бір Қазақстанды, әлемді, халықаралық ареналарда бағындыратын жас буын өсіп келе жатыр толық сеніммен айта аламыз. Өйткені біздің мектепте бірнеше спорт секциялары жұмыс істейді. Соның ішінде футбол, асық ату, 5 асық қыздарға, оны кейінгі ритмикалық би, осылардың барлығы жұмыс істеп отырады. Соның ішінде тоғызқұмалақтан Қасымбеков Самат деген бауырымыз жұмыс істейді. Қазіргі уақытта республика деңгейінде, халықаралық деңгейде біздің оқушыларымыз биік белестерді бағындырып жатыр. Соның ішінде Жақынбек Айгерім, Нұрай деген қыздарымыз берік болып, яғни халықаралық деңгейдегі жүлделерді алып, қанжығаларына байлап отқан біздің шәкірттеріміз бар. 21-ші ғасырдағы білімді, шымыр оқушы болып қалыптасу үшін оқушының бойында қандай дағдылар қалыптасу керек? Қазіргі күннен бастап, мектеп кезінен бастап. Енді шымыр болып қалыптасу үшін енді әрине адам баласына жалпы бұл тазалық керек, біріншіден. Екіншіден, таза тұрып, таза жүрген адам ол енді соны күнделікті бойына әдет қылып айналдырса, салауатты өмір салтын сақтайтын болса, атамыз қазақ, жалпы мұсылмандар таза жүріп, таза тұрған ғой. Сол салт дәстүрді, ұлттық дәстүрді бойына жаңағы серік ететін болса, әрине ол бір шымыр, керемет тұлға болып қалыптасады. Ұл болсын да, қыз болсын да. Сізге қояр сұрағым, Әділ Ахметов атындағы шығармашылық орталығы 58-ші мектептің оқушыларының қазақ тілі және әдебиеті пәніне деген қызығушылығын оятуда қандай рөл атқарып жатыр? Балакес байқауына қатысты, о жерде де біз қалаға шықтық. Мен өзім бірге басы-қасында жүріп, бірге алып барып жүрдім. Енді бұл жерде Бағланның енді өзінің де көп ізденіп, дайындалып, соны өзінің жүрегінен
қалай деп айтсам болады, жүрегінен өзі соған деген қызығушылығы артып, сыныптан бастап сабақ берген оқушым Оңғар Бағланды атап айтқым келеді. Оңғар Бағлан 5-ші сыныптан бастап үздік оқушылардың бірі болған. Сонымен қатар әдебиет пен қазақ тілге өте бейім болды. Қандай кездерде де ол өзінің білімділігімен, жан-жақтылығымен алып шығатын. Сондықтан мен оны 7-ші сыныптан бастап әртүрлі байқауларға қатыстыра бастадым. Басында әрине аудандық байқауларға қатыстық, аудандық байқаулардан орын алды. Соның ішінде шешендік өнерге қатыстырдым ең бірінші. Әрине басында кішкене қиындау болды, көптеген шешендердің өлеңін жаттау керек болды. Көркем сөзге қатыстырдым, сонымен қатар Абайдың өлеңдерін жаттады. Енді 8, 9, 11 классқа барғанда Бағланның төселгендігін байқадық. Өйткені ол өзінің ісінен де, өзінің жан-жақтылығымен көрсете білді. Балафест байқауына қатыстық, ол жерде де қалалық байқауға шықтық. Ділмар, Ақберен, шешендік өнер байқауларына қатысып, көптеген жүлделі орындарға, аудандық қалалық орындарға ие болып, мақтау қағазымен марапатталдық. Енді бұрынғы мен осы мектепте өзі 20 жылдан артық жұмыс істеп келе жатырмын. Сол уақыттар аралығында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп келемін. Осыдан бірнеше 10-15 жыл бұрында осындай шәкірттер болған. Бірақ қазақ тілі әдебиетіне о балаларда байқауға қатысып жүрді. Абай, Шәкәрім оқуларына қатысып, қалалық республикада жүлделі орындар алған оқушылар болды. Бірақ енді айырмашылығы деп айтатынымыз қазір енді техниканың ба деп айтсақ бола ма, қалай дамуына, балалардың ой өрістері қазір жүйрік. Енді біз ол кездерде осыдан бірнеше жыл бұрын мен өзім шыны керек тек кітаппен ғана дайындайтынбыз. Кітап оқытып көбірек сонымен дайындадық. Бірнеше оқушыларым соның ішінде айтып кеткім келеді. Осыдан 14 жыл бұрын бекен Қабитханов Ерасыл деген оқушым болды. Абай оқуларынан республикалық оқуға шықты, қалалықтан орын алдық, Махамбет оқуларынан өзі өлең шығаратын ақын оқушым болған. Сонымен Бағлан деген тағы бір оқушы болды, Имандиев Бағлан деген. Ол оқушым да республикалықтан Мағжан оқуларына барып, Петропавловскіге барып келді. Сондай оқушылар болған. Енді сондай бір балалардың ол ойлап отырмын, өздерінің ізденімпаздығына да байланысты көбіне. Бұл жерде айырмашылық деп те көп айтуға да болмайды. Бала өзі ниеттеніп, өзі ізденіп, өзі көбірек шығармашылықпен айналысып, кітапты көбірек оқыса, балалар ары қарай дамып жетіледі. Сол балалардың көбіне өздерінің қолдарында деп ойлаймын. Қазіргі кезде өкінішке орай көп балалар кішкене жалқау, өздерінің қабілеттерін ары қарай ашқылары келмейді. Сондықтан сондай балалар көбірек болса негізі. Өзі көбірек ізденетін балалар. Біз әрине қолдау береміз. Оған бір көптеген жерлерге апарамыз, қатыстырамыз. Бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой. Баланың бір кішкене жылт еткенін көрсек, ары қарай дамытып әкетуге әрине біз дайынбыз. Сондай балалар деп осы жаңағы айтқан Қабитханов Ерасыл, аздап өлең шығаратынын байқап қалдым мен. Оңғар Бағлан, Имандиев Бағлан, соларды байқағандықтан мен 5-ші сыныптан бастап соларды әртүрлі байқауларға қатыстырдым. Бірақ оны қатыстырғаннан олар нәтижелі болды, жетістіктерге жетті. Құрметті көрермен, 58-ші студияның келесі шығарылымдарын асыға күтіңіздер. Аман, сау болыңыздар.